Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем. Бүгін сіздермен сливкисіз қайнаған судан, яғни кипятоктан жасалатын, осындай ауызда еріп тұратын өте жұмсақ торт дайындайтын боламыз. Кез келген мерекелік дастарханға қойсаңыз да өте бюджетный, әдемі, влажный болып шығатын осындай кереметтей тортты дайындап көруге кеңес етемін. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық содамызды саламыз, оның үстіне қантымызды қосамыз. Соданы міндетті түрде қосқан дұрыс. Одан соң венчиктің көмегімен жақсылап біздің құрғақ массаларымызды айналдырып араластырып аламыз. Ортасын ашыңқырап, құрғақ массамыздың үстіне 3 дана жұмыртқамызды құйып алатын боламыз. Барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Егер венчик болмаса, шаңышқымен де араластырып алсаңыздар болады. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Одан соң үстіне өлшеп алған сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бізде қоюлау масса болып шығады. Мінекей видеода көргендеріңіздей осындай бір-біріне жабысып тұратындай масса болып шығады. Бұл массамызды бөлек қоя тұрып, 200 граммдай, яғни 200 миллиграмм ыстық суымызды өлшеп алып, үстіне какаомызды қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз венчиктің көмегімен. Какао мен ыстық суымызды қосқан кезде ең басында қоюлау болуы мүмкін. Ол кезде қорықпаңыздар, ол біртіндеп өзі сұйылады. Осындай видеода көрсетілгендей масса болып шығады. Енді осы какаомызды алдыңғы дайындап алған массамыздың үстіне құятын боламыз. Енді барлығын осылай араластырып шығамыз. Астын үстіне көтеріп, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Арасында түйіршіктер қалып қоймауы қажет. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Видеода көргендеріңіздей осындай сәл қоюлау келген масса дайын болады. Енді осы дайын массамызды формамыздың үстіне құятын боламыз. Мендегі форманың диаметрі 24 сантиметр. Формамыздың шеткі бөліктерінің барлығына біркелкі етіп жайып, үстіне фольганы міндетті түрде қойып, үстіңгі бөліктерін 3-4 рет шаңышқымен тесіп шығамыз. Фольганы қойған себебіміз біздің бисквитіміз жақсы көтеріліп шығады. 180 градусқа пешке салып, 25 минут өткеннен кейін осы фольгамызды алып тастап, ары қарай тағы да 25 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды салғаннан кейін міндетті түрде 25 минуттан кейін бетіндегі фольгасын алып тастаймыз. Біздің пирогымыз әлі толық піспеді, сол себепті ары қарай тағы да 25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің бисквитіміз дайын болды. Пісіп піспегенін көру үшін осындай арнайы таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. 10 минут өткеннен кейін формамыздан шешіп алып, мінекей көргендеріңіздей біздің пирогымыз өте жұмсақ болып шыққан. Бірден менде 3 бөлікке бөліп алдым. Арасы әлі дұрыс суымағандықтан ыстықтау болады, сол себепті кескенде де жаймен кескен дұрыс. Бисквитті көтерген кезде жан-жағы сынып кетуі мүмкін. Келесі осындай кремін дайындаймыз. Креміне вареный шоколадный сгущенканың үстіне қаймағымызды саламыз. Кремді бисквит пісіп жатқан кезде де дайындап қойып, тоңазытқышқа салып қойсаңыз да болады. Мен осы піскеннен кейін барып дайындадым. Бірден миксермен немесе осындай қасықпен де араластырсаңыздар болады. Егер вареный сгущенка қою болатын болса, миксермен араластырып жібереміз. Осылай біздің 3 бөлікке бөлінген бисквиттерімізді жаймен алатын боламыз. Дайын болған кремімізді үстінен жағып шығамыз. Бисквиттің екінші бөлігіне жағып, осындай арнайы кольцоны пайдаландым. Торттың біркелкі шығу үшін осы кольцоны пайдаландым. Егер сіздерде бұндай кольцо болмаса, бисквитті дайындаған форманың ішіне салып, кремдерін жақсаңыздар болады. Келесі үшінші бөлігі осылай салатын боламыз. Үшінші бөлігіне ең астыңғы бөлігін саламыз, ал ең астыңғы бөлігіне беткі бөлігін саламыз. Сонда біздің тортымыз біркелкі болып шығатын болады. Егер де пирогтың беткі жағы төмпешік болып шығатын болса, беткі жағын кішкене кесіп алып тастаған жөн, сонда торт біркелкі болып шығады. Көтеріліп піскен пирогтың беткі жағын кесіп тастаған бөлігін оны шеткі әдемілеуге алып қоятын боламыз. Торттың кремін жағып дайын болғаннан кейін шамамен 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Мінекей мен 1 сағаттан кейін тоңазытқыштан алдым. Тоңазытқыштан алғаннан кейін формасынан бірден алып әдемілеуге кірісеміз. Шеткі бөлігіне алып қалған осы крошкаларымызды жан-жағына жапшығып,
бетін кез келген өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдеуге болады. Осылай мен шиені пайдаландым, қатырылып қойған. Тортымыздың кремі сынсын деп бір күнге, жарты күнге қойып қажет емес. 1 сағаттан кейін осындай беткі жағын әдемілеп, бірден кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте жеңіл әрі әдемі кесілді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығады, дәмі өте ерекше, жасалуы да өте оңай, жұмсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаған болса, пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыз. Назар салып тыңдағаныңызға рахмет. Асыңыз дәмді болсын.